Алхамдулиллахи Раббил аламин. Барлық мақтау Аллах Тағалаға, күллі құт берекенің жалғыз иесі, біздерді сансыз нығметтеріне бөліп жатқан, сондай-ақ сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахым берекелерін тілейміз. Аллах Тағала осы жиынымызды баршамызға, иманымызға, санамызға пайдалы қылсын. Сондай-ақ мынау өз араларыңыздағы осы бауырмашылыққа Аллах Тағала береке берсін. Осы бауырмашылықтарыңа Аллах Тағала разы болсын. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, «Ваджабат махаббати лил мутажалисина фия, вал мутахаббина фия, вал мутазавирина фия, вал мутанасихина фия» дейді. Мен үшін бір-бірімен бауыр болып жүргендерге, мен үшін бір-бірін жақсы көріп жүргендерге, мен үшін бір-бірімен отыруға уақыт тапқандарға, бір-бірін мен үшін зиярат етіп жүргендерге, мен үшін бір-біріне адал, насихатшыл болып жүргендеріне, бұларға менің махаббатым уәжіп болады деген хадис-ул құдси бар. Пайғамбарымыз саллаллаху айтқан. Міне сол махаббат, Алла Тағаланың осындай бір уәжіп болады деп уәде етіп тұрған сүйіспеншілігі, махаббаты баршамызға осы өмірімізге серпіліс әкеп тұрсын әрдайым. Жалпы енді Аллах Тағала бала сыйлағаннан кейін, бұл баланы дүниеге келуінің өзіне қарасақ, хамалатху уммуху вахнан аля вахн дейді. Лұқман сүресінде Аллах Тағала айтады, баланы, сәбиді анасы дүниеге келгенге дейін қиналу үстіне қиналып көтереді. Яғни 9 айда біраз денсаулықты береді балаға. Өйткені баланың даму процесі, өсіп жатқан бала сол анадан алады ғой бөліктерін. Соның клеткаларынан алады, өседі, 9 ай көтереді. Қиындық үстіне қиындық, әлсіздік үстіне әлсіздік, вафисолуху фи амейн, сондай-ақ оны 2 жыл емізеді. Кімде-кімнің соған жаңа шамасы келсе. Не бұл жерде қандай нәрсе жатыр? 9 ай көтеріп, сосын оны қиындықпен дүниеге әкелген ана, енді осы баласын кімнің тәрбиесіне береді екен? Алланың ба? Әлде дүниедегі көрінбей жүрген, көзге ешқашан көрінбейтін, тек қана жаман нәрселерді қызықтырып, шақырып, уәсуас жасап жүретін шайтанның тәрбиесіне ме? Ол білінбейді. Шайтан өз көрінбегеннен кейін, ол шайтан көптеген адамдардың баласын тәрбиелеп жатқаны да білінбейді ол. Өмір қалай ағыс болып жатыр, солай болып жатқан сияқты болады. Сонда Алла сонша қиналып, босанып дүниеге келген баланы кімнің тәрбиесіне бересің? Біз сондықтан маңызды нәрсе, біз тіпті өзіміздің дүниеге келіп жатқан балаларымызды өмірі тіпті бізге де ұқсамас екен. Пайғамбардың өміріне жалғап жүру керек бұл өмірді. Көрдіңіз ғой, біз тіпті өзіміздің өмірімізбен емес, ол біздікін қайталап қайтеді ол бала. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху өміріне қарай байлау керек та. Өйткені пайғамбарымыздың өмірінің күллі секундына Алла Тағала риза болған. Оған дәлел Худ сүресінде Алла Тағала мысалы «Уәлә ғамрука» деп ант еткен. Сенің ғұмырыңмен ант етем деген Алла Тағала. Яғни бұл не үшін? Алла Тағаланың оның күллі ғұмырынан ризалығы, разылығы да. Сондықтан кімнің өмірі заяға кетпеген? Толыққанды түрде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям. Ол толыққанда жаңағы пайдалы өмір. Оның өмірінде бір қателік жоқ. Оның өмірінде күллі нәрсе Алла Тағала риза болады. Сондықтан біздің баламыз сол пайғамбарымыздың жолын қуса, онда біз бақыттымыз. Сол бақыттылықтың өзіне назар аударсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Мән қора әл-Құр'ана ва тағалламаху ва амила бихи». Кімде-кім осы Құранды оқыса, үйренсе, оның ішіндегі мағыналарды, сондай-ақ соның амал етсе, іске асырса. Мысалы, намаз оқыл деді, намаз оқып отыр. Ораза ұста деді, ораза ұстап отыр. Ата-анаңа зекіп сөйлеме деді, зекіп сөйлемей жатыр. Яғни амал жасап жатыр. Кім осылай келетін болса,
ульбиса яумал қиямати тәжен мен нур, оған нұрдан болған тәж кигізіледі дейді. Доуху кадоу шамси, оның жарығы күннің жарығындай дейді. Күн сондай бір тәжді кигізеді. Сосын Алла тағала ульбиса абавайхи, ата анасына кигізіледі дейді. Сосын хуллатани, екі білезік, ла тақума бихима дуния, яғни бұл дүниенің құны жетпейді дейді оған. Адам алейхиссалам жаңағы жерге түскен кезде сол күннен бастап мына дүниенің анау қияметке дейінгі күллі байлығын есептейтін болсаңыз, күллі дүниенің құны жетпейтін екі білезікті ата анасына кигізеді дейді. Сонда ата анасы ұялып кетеді дейді. Тығылып, Раббымыз-ау, амалымыз жоқ еді ғой бұндай. Бұл неге кигізілді, қалай кигізілді бұл? Деген кезде би ахзи валадикум ал-Құран, ана балаларың Құранды ұстанғаны үшін осынша сыйлықты бере салғым келіп тұр дейді. Сонда бала тек қана өзін емес, ата анасын бақытты қылу үшін келеді екен дүниеге. Сосын ол тек қана дүниедегі емес, дүниеде де, ақыретте де бақытты қылу үшін. Кез келген адам бұл өмірден озып жатқан кезде, ол жаңа қабірстанға барып шығарып салады баласы, ата анасын мысалы. Яғни көрге шығарып салады деген нәрсе тұр да. Бізге көрге шығарып салатын бала емес, оны әркім істейді. Баласы болмаса біреу шығарып салады көрге. Бізге ақыреттің төріне апаратын бала керек. Жаңағындай тәж білезікпен аяқталатын. Сондықтан осы баланы қандай қылып жасағың келсе, мен көмектесем дейді Алла тағала. Қараңыз. Егер де осының өмірін заяға кетіргің келсе, мен бөгемеймін дейді. Заңдылық солай дейді өмірде. Сенің таңдауыңа байланысты. Жақсылық таңдасаң, мен көмектесіп жақсарта беремін. Жамандық таңдасаң, заяға кетіп қалады бұл бала. Болды. Сен дүниеде де ақыретте де ештеңе күтпейсің бұл баладан дейді. Сондықтан Абай атамыз айтады ғой, жалпы жақсы бала, сен бала сұрайсың Алладан, әйтеуір саған берді. Алайда ол бала тозақтан құтқаратын, ата-анасын тозақтан құтқаратын бала қазақтан туам екен дейді. Бұл Абайдың шақыру тастауы бізге. Өз заманда әбден көрген адамдардың мінезі, тәлім тәрбиесі, Алла тағалаға мүлде ешқандай қам жемейді, ғибадат қылайын деп, Құран оқиын деп. Сонда Абайдың сол кездегі айтқан сөзі, ата-анасын тозақтан құтқаратын бала қазақтан туам екен дейді. Сосын айтады, ондай баланы сендей әке, сендей ел тәрбиелеп бере алам екен дейді. Өйткені ұстын жоқ болды да, қоғамдың ұстыны жоқ. Ол баланы кім тәрбиелейді? Ол баланы Алланың адал құлы, елінің адал ұлы тәрбиелеу үшін ол әке мен ананың бойында болу керек қой қасиет. Егер ол болмаса, қайдан шығады ол нәрсе? Сондықтан қаншалаған салиқалы жаңа пайғамбарлар өмірде озған. Мысалы Закарияны алатын болсақ, Закария Аллах тағаланың сол пайғамбарларының бірі, Исраил ұрпақтарына жіберілген. Соңғы Исраил ұрпақтарынан тұқымы, жаңағы соңғы тұқымның әкесі Закария. Сол Закария қартайған шағында енді мына аманатты кімге тапсырып кетеді? Тәуратты насихаттау, дін кімге? Бұның бәрін кімге тапсырады? Қартайған кезі. Содан артындағы жаңағы раввиндерге қарайды, жаңағы имамдары ғой өздерінің. Имамдары, молдалары әртүрлі. Соларға қарайды, олардың барлығы енді шындап келген кезде аманатты бір арғарай дұрыстап жеткізейін деп тұрған адамдар емес. Өйткені бұлардың көбісі, Алла Тағала Құранда айтқандай, ол яхузуна арада хазал адна ва яқулуна сайюғфару лана ва ияхдуху мараду мислиху яхузу. Бұлардың басым көпшілігі дейді кейінгі буын, Исраил ұрпағындағы кейінгі буынды айтып жатыр. Ол кітабилерінің кейінгілері, егер оларға бір дүниені сұнсаң дейді, сол дүниені жаңағы параны ала салады дейді. Сосын айтады дейді, кешіріледі ғой бізге деп. Егер оған келесі жол тағы бір сынаймыз дейді. Бәлкім райынан қайтар ұялатын шығар деп. Тағы да біреуге пара әкеп атса, оны да ала беретін болды дейді. Бұлардан негізі серт алынған кітапта дейді. Әлем юххаз алейхим мисахун.
мисақул китаби. Бұлардан серт алынып еді ғой Тәуратта, нан алмаңдар деп. Енді Закарияны қарайық. Қартайған кезі бала сүймеді сол жасқа дейін. Сонда Алла Тағала Мариям сүресінің басында айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим, кафха я айн сод, зикру рахмати раббика абдаху Закария. Ей пайғамбар, біз саған Закария туралы хабар айтайық, естелік берейік, Раббыңның Закарияны рахымына қалай бөлегендігі жайлы. Сол бір кез ол осы уайымға батып, изнада раббаху нидаан хуфия. Сол кезде ол өзінің михрабында Раббысына құпия түрде жалынып жатқан еді дейді. Сөздері: Хола Рабби инни ваханал газму минни. Дуаның кезіндегі кәдімгі жағдаят: Раббым, сүйектерім қаусады, ваштағалар росу шайба, шашым толық ағарды. Сол нәрсені айтып жатыр да. Валам акум бидугаика рабби шақия. Еш қасан саған жалбарынған дұғамда жауапсыз қалмаған едім. Бірақ осы күнге дейін жаңа бала сұрамаған. Бала сұраудың өзін ұялған пайғамбарлар. Сол кезде неге? Егер хайырлы болса береді ғой. Бермей жатыр ма? Сонысы хайырлы ғой. Тек жаңағындай аманатты енді кімге тапсырайын деп тұрған кездің сол немен сұрап отыр да. Сонда айтады өзі: инни хифтул мавалия. Себебін айтып отыр да Тағала: Раббым, мен қорқып тұрмын, қауіп қатердемін, әл-мавалия, артымда мына іске мұрагер жоқ па деп. Ваканат имраати ақиран. Әйелім бедеу. Вахабли милладунка валия. Өз қасыңнан маған бір мұрагер сыйлашы дейді. Қалай сол дұғаны айтады? Періштелер келеді ғой михрабта тұрған кезінде. Я Закария, ей Закария, инна нубашширука биғуламин. Міне біз сені бір баламен сүйіншілейміз қазір. Исмуху Яхия. Оның есімі Яхия. Яғни біздегі Жақия дегендей. Сосын Алла Тағала атын өзі қойған. Көрдіңіз ба? Алла Тағала атын өзі қойып, лам нажғал лаху мин қаблу самия. Жердің бетінде бұл сенің балаңа дейін ешкімнің аты Яхия болған емес дейді. Ең бірінші есім дейді мен беріп тұрған жердің бетінде сенің балаңа. Сонда жаңағы сасқаннан, жаңағы Алланың құдіретімен сұрап атқан, ұялғаннан жаңағындай сөздер айтады. Робби анна ли якуну ли гуламун. Менде бала қалайша болады? Әйелім бедеу, өзінде кәріліктің ең шегіне жеттім ғой деген кезде періштелер айтады: казалика қала раббука. Раббым осылай айтты: хуа алайя хайин. Бұл маған өте оп-оңай. Вақад халақтука мин қаблу лам таку шайя. Есіңде ме, Закария, сені бұрында жаратқан едім ғой мен. Сен түк емес едің ғой маған дейді. Көрдіңіз бе? Енді осы баланы сұрап алды ғой. Аталы сол сәбиді берді. Ойлаңыз, сәбиді жаңаға босанат, мысалы анасы Яхия өсет. Бізде 13-те отау есі дегендей. 13 жасқа жеткен бала. Не үшін сұрады оны Закария? Аманат ұстау үшін. Не үшін сұрады? Аманат ұстату үшін. Енді қараңыз, Алла Тағала не үшін берді? Сол дұғамен берді ғой. Аманат үшін берді да оны. Сондықтан бірден айтады: Я Яхия. Закарияның әкесі айтқандай қылмайды өсиетті. Закария жайына қалып, Яхияға Алла Тағала өз айтып атқандай қылады ғой. Я Яхия, хузил китаба биқуа. Ей Яхия, ұста мына кітапты мықтылап. Мен сені әкеңе сол үшін бергем. Ва атайнахул хукма собия. Осылайша біз Яхияға сәби күнінен даналықты берген едік дейді. Бұл аяттың бізге үйрететін нәрсесі: балаңа сәби күнінен ақылын тәрбиеле, даналыққа бала күнінен тәрбиелеуді үйрет деп отыр бізге. Бала күннен даналыққа үйрету керекпіз. Көрдіңіз ғой? Ол даналық қайдан келеді десе, Алла Тағала өзі дайындап қойған оның бойында ол. Ол өзі жүгіріп келіп сұрайды: анау не деп? Ол күнді сұрайды, ол айды сұрайды, ол жұлдызды сұрайды. Алла Тағала бізді не үшін жаратты деп сұрайды. Мынау не деген? Сол арқылы жауабың Құраннан жаңағындай өзіңізге бүйтіп дөп түсіп тұрса, даналық деген сол екен өзі.
Балақайым, бұл күн жауапты Құраннан аласыз. Атал айтады, біз оны сендерге жылу және жарық беретін күн қылып қойдық. Көп сөз ұйымдастырып керек жоқ балаға. Ол бізге жылу береді, ол бізге жарық береді. Міне бұл жылу мен жарықты бізге беріп тұрған Алла Тағала. Сол сияқты маған үйретті, саған мен жылу берем, жарық берем. Сен де маған жылу бересің, жарық бересің дегендей. Сөйтіп бала өзі мәмілені үйрене бастайды да, соның барлығы ішіп жеген кезде тамақ қалай жеу керек. Міне осының барлығы қарап тұрсаңыз, Яхияға бірден жаңа аманат тіліп, біз оған бала күнінен сәбилікті берген едік дейді. Яхияға байланысты сондай-ақ маңызды сипаттар балаға керекті бойына егілетін. Біріншісі кітапты ұстануы. Яғни балаңыз Құранға ғашық болу керек. Ол біздің міндетіміз. Құранға ғашық болу керек. Енді жаттауы несі, ол шамасы келгенше. Ол шаманы оған Алла береді. Бізде оған сол шамасының келетін жағдайда біз оған үйретеміз. Бірақ Құранға бала ғашық болу керек. Бір екіншіден бала даналық деген нәрсеге үйрену керек. Әрбір сөзі орынды болу керек. Әрбір нәрселерді дұрыс үйрену керек. Одан кейін ханана милладунна дейді. Ханана деген сөз мынау жаңағы аяушылық сезім болу керек ода. Біреуге жан ашуды үйрену керек. Неге қиналып жатыр екен бұл кісі? Ана кісі бүйтіп сүрініп қалса көтеріп жіберуге ұмтылатын жанашырлық сипат баланың бойында болу керек. Егер ол болмаса, қатыгездік автомат түрде келеді. Бала қатал болады. Құлап жатқанға қарап тұра беретін болады. Сүрініп жатқанға қарап тұра беретін болады. Ол сосын сізге де сондай мәміле жасайтын болады. Сондықтан мынау жанашырлық деген нәрсе міндетті түрде болу керек. Соны береміз. Вазакатан, ішкі жан дүниесін таза қылуға тырысыңдар дейді. Ол ішкі жан дүниесін қалай таза қыламыз біз дегенде, баламызбен айтамыз. Балам, егер бірдеңкені бүлдіріп қойсаң, мейлі екі алып қой. Алланың атымен ант етем, мен сені жек көрмеймін ол үшін. Сондықтан сен оны келіп маған айт. Балам, әке, мен наны құлатып алдым. Әке, мен екі алып қойдым. Біз ол кезде екі алып қойдың ба? Онда қазір біз ертең сен 5 алатындай қыламыз. Сөйтіп сөзде дайында баланы әрбір сүрінген нәрсесі тарс еткізіп ұра беруге болмайды. Адам шықпай қалады одан. Көрдіңіз ба? Бірақ Алла Тағаланың несін қараңыз, заңдылығы қандай? Сол жерде оған, балам, ертең 5 алатындай қазір дайындаламыз деп, осыны таңдайсыз ба? Әлде өй ақымақ деп басынан ұрып соны таңдайсың ба? Екеуін де бөгемейді. Осы жерде адам адасады. Ұрып атқаныңызды бөгемейді. Неге? Өмірді реаліне қылғанда таңдау сенен шығып отыр. Қайсысын таңдайсыз? Баланы ұрып ақылды қыламайсыз ешқашан. Болды, сен оны сүмірейтіп атсың, сүмелек қылып атсың да, болды. Алла Тағала оны жаңағындай қылып саған береді екен. Біреулер оны сүйе алмай жүр, ол баланы. Сүйе алмай жүр. Жоқ, оларда ол бала. Олар төсегінің төріне отырғызып, жаңағы дәретін сындырып қойса да оларға ол соған жылап қуанатын еді олар. Біз кейде әжерде бір жерге сиып қойса сол үшін ұрғылап атады аналар. Бір керемет тазалықты үйренгендей. Болмайды ол. Оның барлығы қайтып сені ана қылды ғой. Ана қайтып ұрады оны. Жаңа бұтына сиып қойған үшін қайтып ұрады оны. Ол өзі ана деген атаудың өзін жаңа Міржақып Дулатов айтады. Өз негізі кезінде дәстүрлі ортада дейді, балаға лайықты тәрбие бере алған әйелдерге ғана ана деп айтылатын дейді. Дұрыс тәрбие бере алмайтындарға шеше деп қана айтыла салатын дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан ана, шеше деген сөз балама сөздер болғанмен, тәлім тәрбиесінде екеуі екі бөлек нәрсе да. Жан тәрбиесі. Сондықтан жан тазалығы. Сен жасырма мені ешқашан. Бүлдіріп қойдың ба, бірден құлатып алдың ба, ренжітіп қойдың ба, екі алып қойдың ба, сен менен жасырма ешқашан. Не құрылы менен жасырмайсың, соғырлы мен сені жақсы көре берем. Осы нәрсе болу керек. Есіңде болсын, ешқашан жек көрмеймін сені. Мен қайта жылап, қуанам. Шіркін-ай, Раббым осындай шындықты айтатын баланы сыйлағаныңа маған. Мектептен келген кезде де баламен мысалы жаңағы кіріп келген бетте 5 алдың ба деп сұрайсың. Одан басқа сөз жоқ па?
Сонда бала 5 балаңнан қымбат па? Бұл сонда не нәрсе ол? Сондықтан үйге келгенде, ой, менің ер азаматым келді ғой, келе ғой, қардың ашқан шығар деп анасы әншіден не беріп, сосын әңгімені өзі айта бастайды, не алғанын, не алмағанын. Сондай мәселелер, соның бәрін ата-ана жағынан тәрбиеде үлкен қателіктер бізде кетіп жатқан. Не үшін Алла тағала айтып жатыр? Біз оған бала күнінен даналық бердік, және жанашырлық бердік, және тазалық бердік дейді. Яғни, ей ата-аналар, балаларыңа даналықты, жанашырлықты, рахымдылықты, тазалықты үйрет дейді мына жақта. Ішкі дүниеде. Ва кана тақия. Сонда сенің балаң тақуа болады дейді. Көрдіңіз ғой? Ва барран би валидейхи. Ата-анасына да ол Закария сондай ізгі қарайтын еді дейді. Ва лам якун жаббаран асия. Тілазарлық қылмайтын еді дейді ата-анасына ешқашан. Мысалы, ол бала біздің біреуіміздің ата-анамыз тірі болып, ол баламен ата-анамыздың үйіне қонаққа бардық дейік. Немесе біреу ата-анасымен өмір сүріп жатыр бірге. Сол кезде сол баланың көзінше ата-анаңмен мәмілең дұрыс болмаса, ол оны зафиксировать етті ме? Сен ойлайсың, ол ештеңке қарап жүрген жоқ деп. Ол кәдімгідей файл сақталып жатыр мына жақта. Ол қазір саған ештеңке айтпайды. Өйткені қазір сен оған авторитет сияқтысың әлі. Кейін айтады, өзің солай істеп едің ғой деп. Көрдіңіз ба? Сондай нәрселер болады өмірде, құрметті жамағат. Сондықтан не дейді? Ата-анасына ізгі еді дейді. Тілазар жасайтын, тілазарлық қылатын, сондай дөрекі емес еді. Міне осындай адамдарға біздің сәлеміміз болады дейді. Сөйтіп бұл бірінші мағына. Екінші мағына. Лұқман сүресінде Алла Тағала Лұқман Хакимнің бір оқиғасын келтіреді. Лұқман Хакимнің Алла Тағаланың жаңағы жолында жүріп үлкен даналыққа ие болған құлдарының бірі. Енді оның өмірінде салиқалық өнеге алатын қырлар өте көп. Мысалы, бізде бір Абылай ханның өмірін оқитын болсаң, өмірін толық оқып шықсаң, түрлі қырлар ашылады ғой өмірі. Немесе пайғамбарымыздың өмірін оқыған кезде өмірдің қанша қыры ашылады. Бірақ мына нәрсеге қараңыз, Лұқманның күллі өмірін сөйлемей, тек қана өстіп баласымен сөйлесіп отқан кезін ғана айтуды қалады Құранда. Басқа ешқандай нәрсесін айтқан жоқ. Мысалы, аяттың басына қарасаңыз, «Уалақада атайна Лұқманал хикмата». Расында да біз пайғамбар ол Лұқманға даналықты сыйлаған едік. Даналық не үшін беріледі екен? Білім, даналық, осылардың өзі немен төлеймін Аллаға мен десек. Анишкур лилла, Аллаға шүкір ет деп бергенбіз дейді. Сосын айтады, «Уама яшкур, фаиннама яшкуру ли нафси». Кімде-кім шүкір етсе, өзі үшін шүкір етеді. Яғни, мен мұқтаж емеспін дейді. Сен өзіңнің адам екеніңді дәлелдеп жатсың дейді маған. Жақсы, абыройлы, аманатты, адал құл екеніңді ғана дәлелдейсің дейді, болды. Мен мұқтаж емеспін дейді сенің шүкірлігіңе. Егер шүкір етілмесе, адамдық неден біз шығып кетеміз. Сондықтан Мағжан Жұмабаев ағамыз айтады, баланы тәрбиелеу керек дегенде дейді, адамға ең алдымен осы адамға адам деген ұғымды, адам деген қадір қасиетті, осы жан ғана беретін болғандықтан дейді, адам баласын тәрбие қылу керек дегенде, сол баланың жанын тәрбиелеу көзделеді дейді негізі, тәні емес дейді. Көрдіңіз ғой? Бізде көбінесе баланың эстетикасы, сыртқы нәрселер ғой тәрбиеленетін. Физикасы, мысалы, спортқа береміз, физикасы тәрбиеленеді, жігерін тәрбиелейді, тағы да басқа жақтар түгелін тәрбиелейміз да, бірақ жан кімде? Жанның бір қиын жері, құрметті жамағат, не сен оны тәрбиелейсің, не оны басқа біреу тәрбиелеп жатыр. Ол көрінбейді көзге. Иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайсу ла тараунахум дейді. Араб сүресінде ол шайтан дейді, сендердің көздеріңе ешқашан көрінбейді дейді. Оның қасындағы жолдастары да сендер көре алмайсыңдар дейді оларда. Бірақ олар сендерді көріп жүреді дейді. Қай жерде аңқаулық ұстап тұрсыңдар, сол жерде барып тәрбиелей береді дейді ол. Мысалы, сондықтан бізде не дейді? Қызым үйде, қылығы дүзде.
Яғни сен оның сырты эстетика, ана курсқа бердің, ағылшынды оқытып жатсың, спортқа бердің, жақсы, жан жақты тәрбие болып жатыр. Бірақ жанын кім тәрбиелеп жатыр десеңіз, оның жанын бүгінгі күні мына телефон тәрбиелеп жатыр. И ол оны сенен артық тәрбиелеп жатыр негізі. Ол оның дамытып жатыр, ішкі ізденістерін, көріп қандай нәрселер. Оның өзінің жұлдыз дүниелері пайда болады, ана бір өнегелер, өмірдегі нәрселер, кинолар, әртүрлі нәрселер, білмейсің, ол ішінде оның барлығы. Соқтан Алла Тағала сол шайтанға үлес бермес үшін оның жанын, ата-анасын сен Құранмен тәрбиеле. Балам адал бол, балам таза бол, балам 5 уақыт намазын оқы дегендей нәрсе. Не сонда Лұқманның несіне келейік? وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Сол кезде Лұқман өзінің баласына айтып жатыр дейді. Өзінің баласына айтып жатыр, уағыздап жатыр дейді. Бұл жердегі алатын сабақ, құрметті әкелер, уағыздап жатыр Лұқман баласына дегенде, әкенің баламен сөйлесетін сағаты болу керек. Жоқ дегенде аптасына бір мәрте. Балам, қалай, жағдайың қалай болып жатыр? Ішкі дүние, жан тәрбиелесі болу керек. Балам деп, құндылықтар, діндегі мәселе. Ол 6 күн бойы, немесе 7 күн бойы дүниені мектеп, тағы да басқа күлісін көріп жүр ғой. Бірақ сіз жан дүниесімен сөйлесу керексіз да, балам деп. Сол кезде қалай сөйлесеміз онымен деген кезде, Лұқман нені сөйлесе, соны сөйлесе алу керек екен болды. Басқа не жоқ, тема түгел жоспар дайын тұр. Бірінші нәрсе не ол жерде? Көпшілік заманда Аллаға серік қосу деген нәрсе, сондай ғасырлар бойы сондай нәрсе болғаннан кейін, Лұқманның ең бірінші өсиеті, я бунайя, үйретеді. Қалай сөйлесеміз баламызбен? Психолог ештеңе керек жоқ, тегін беріп жатыр Алла Тағала. Мастер-класс Лұқманнан. Сөз ғой. Сонда жаңағы нені айтады? Ең бірінші балақайым деп сөйле дейді. Балам деме дейді. Атын атама. Балақайым. Иә. Сондай нәрсе. Қызыңыз болса, қызғалдағым, жанымның қуанышы, ана жанына вызов жасаса, шақырасың. Ана жақ кетіп бара жатыр сізге қарай. Ол жан ғой. Ол жан. Сосын айтады: я бунайя ла тушрик билла. Ешқашан Алладан басқа нәрсеге сыйынба. Осы істің басы бұл. Өйткені бұл нәрсе болмаса, Алла Тағала жәрдемсіз тастап қоюы мүмкін. Алладан басқа нәрсеге сыйынба, өйткені Алладан басқа нәрсеге сыйыну ол үлкен қиянат дейді Аллаға. Ол сені жаратады, киіндіреді, тамақтандырады, ауырсаң шипа береді, осы күнге дейін өсіріп келеді, жұмыс береді, тағы да басқа. Құр сен алданып жүрсің дейді. Сосын сен басқа біреуге сыйынып атсаң не болады ол? Не сондай әдемі сөз айтады. Екінші, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Әрбір адам баласына, ата-анасына өте жақсы қарасын деп бұйырдық. Ата-анаңа وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Екеуіне бұл дүниеде маған ұнайтындай дейді Алла Тағала. Мен бұйырғандай, екеуіне сондай серік бол. Анашым, әкешім деген сөздер. Қандай дәрежеде? وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا. Мысалы, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Мына қанат деген нәрсе бар ғой. Мысалы, періштелерде қанат бар ғой. Енді адамда қанат жоқ. Бірақ Алла Тағала адамға айтады, сенде де қанат болсын дейді. Қандай деген кезде? Сен дейді, біреу жаңа ата-анаға байланысты. Ата-анаңа әрдайым төменділіктен, жаңағы ішіңдегі бір рахымдылығыңды жинап, төменділік қанатыңды жайып тұр дейді. Бүйтіп екеуін бүйтіп, жаңа көтеріп алып тұрғандай қанатыңда. Сосын екеуіне айт дейді, Раббым осы ата-анамды рахымыңа бөлеші, мені кішкентай күнімде тәрбиелегендей. Екеуіне ешқашан ауыр сөз сөйлеме. Екеуіне құрметті сөз сөйле дейді. Құрметті. Бұл қаулан карима. Сондай құрметке бөлейтін сөз сөйле. Яғни бізде мынандай сөз бар. Әуелі Алла, сосын пәленше деген сөздерді ана бір мансап иелерін айтылып атады ғой. Ислам тәлім тәрбиесі жақтырмайды оны. Оны жағымпаздау деп саналады. Тек ата-анаға рұқсат етіледі дейді айтуға. Өйткені бұл ихсан. Сіз болмағанда анашым деген нәрсе. Осындай менде қасиеттер болар ма еді дегендей нәрселер. Көрдіңіз ғой? Сіз болмағанда әкешім деген сөздер.
Осы нәрселер ата-анаға жиі айтылып тұру керек.